Жаңа жер бірінші бөлімнің 10-шы тарауы. Ғаламшардың жойылуы. 2009 жылы оңтүстік Африкаға бірінші рет бардым. Кэти семинарды ұйымдастырып, бізді Йоханнесбургке шақырды. Семинардың соңғы демонстрациялық күнінде Кэтимен сөйлесемін деп шештім. Йоханнесбургтегі адамдар метафизика туралы көбірек білгісі келді. Олардың оқулықтары болғанымен, оқытушылар мен мұғалімдер жетіспеді. Семинарда айтылғандардың бәрі олар үшін жаңалық болды. Өйткені олар базалық деңгейде ғана білді. Сондықтан дәрісімді де базалық деңгейге арнадым. Көптен бері адамдардың бұлай таңданып, қуанып, ынта жігерімен тыңдағанын көрмеп едім. Семинар ойдағыдай өтті. Өткен өмірдегі қарапайым регрессиямен емдеуге өз әдісімді қалай қолдануды үйреттім. Демонстрациялық бөлімде біз өткен өмірдің регрессиясын көреміз деп күткен едік. Бастапқы кезеңде олар мұны түсінбес еді. Бірақ сеансты бастаған кезде сеанс бәрін таң қалдыра бастады. Мен үшін бұл қалыпты жағдай болғанмен, олар үшін жаңалық ет, жаңа идеялар тапты. Олардың жүзінен ақ таңданғанын байқауға болатын еді. Олар менің реакциямды көргісі келіп қарады. Өйткені бұл менің айтқанымнан мүлдем басқаша болды. Сеанс тек қана өткен өміріңді зерттеумен шектелмейтінін, көбінесе белгісіз нәрселерді де қозғайтынын, әсіресе еріктілердің үш толқынын жақсы білемін. Менің ойымша, олар сеанстың ерекше ештеңе болмағандай өтіп кеткеніне таң қалды. Әрине, бұл мен үшін ерекше болған жоқ. Сеансты жалғастыра отырып, мен олардың көңілін көтеруге тырыстым. Мен оларға кейінірек бәрін түсіндіремін деп ойладым. Олар менің оқушыларымды әлемнің қай түкпірінде жүрсе де дайын тұрады деп санайды. Сеансты бастағанда Кэти бұлт арасында тұра бергісі келді. Төмен түсуге батпады. Ол ашуланып жылап алды. Неге оған бұл соншалықты әсер еткенін түсінбедік. Өйткені ол әлі ештеңені көрмеген еді. Алайда адам маңызды нәрсені көргенде эмоциясын білдіріп қояды. Немесе Кэти сияқты бірдеңе болатынын сездіреді. Адам өтірік эмоцияға берілмейді. Оның үстіне пациентке оның қажеті де жоқ еді. Мен неге жыладым? Жылайтындай не болды? Неге көңіл күйім түсті? Деді. Мен оны бұлттан шығаруым керек екенін білдім. Сондықтан одан қалаған жеріне баруын өтіндім. Кэти, мен жоғары көтерілгім келеді. Деп терең тыныс алды. Үйге қайтқым келеді. Долорес, бір сәтке болса да басыңнан кешіру үшін қалағаныңды істей аласың. Қайда барғың келеді? Кэти, солтүстікке. Жарқыраған жұлдыздарды көріп тұрмын. Қызғылт жерді көріп тұрмын. Ол өте алыс. Мен сонда тұрамын. Мен жақындап келемін. Қалқып бара жатқан бұлттардың арасы бозғылт, қызыл болып көрінеді. Ал жұлдыздардан жарық шығады. Долорес, жерге түскің келе ме? Неге? Кэти, жоқ. Өйткені ол енді жоқ. Тек шаң. Ол қатты жылады. Тыңдап отырғандар абыржып маған қарады. Долорес, оған бірдеңе болды ма? Кэти, білмеймін. Мұнда тіршілік жоқ. Тек шаң мен ыстық ауа ғана. Жақындай алмай тұрмын. Өте қауіпті. Кэти неге қауіпті екенін түсіндіре алмады. Бірақ ауада қалықтап жүрген кезінде оған қауіпсіз жер тауып алу керек болды. Ол тек бұлт пен шаңды көрді. Өмірдің, тіпті үйдің, өсімдіктердің де ізі болмады. Тек босап қалған ғаламшар ғана. Осыған ол қатты қиналды. Мен қайтып орала алмаймын. Біз бәрінен айырылдық. Бәрі құрыды, бәрі жоғалды. Мұнда ештеңе қалмады, бәрі бітті, деді. Оқиға болған кезде ол бұл ғаламшарда болмаған. Бірақ бір кездері гүлденген бұл ғаламшарда адамдар тұрған. Ол өзінің онда біраз уақыт тұрғанын білді.
Оладан басқа ештеңе айта алмаған соң, мен оны апат болған уақытқа жақындаттым. Ол сол уақытқа кеп түсті. Мен балаларды көріп тұрмын. Олар су ішінде ойнап жүр. Айнала көл. Долорес: суда қызғылт түсті ме? Кэти: жоқ, ақ түсті. Ал жер жап-жасыл, балалар ойнап, билеп жүр. Олар адамдардың балалары секілді. Сол кезде мен оған: өзіңе қарап, денеңнің қандай екенін айтшы дегенімде, ол денесін көрмейтінін, бірақ сезетінін айтты. Иә, ол бір қалыпты секілді. Қаланы көріп тұрмын. Ақ қала, жарқырап тұр. Биік, сұр, мәрмәр қабырғалар мен ұзын дәліздер, біреулердің күлгені естіледі. Бұл жер үнемі жап-жарық болып тұрады, деді. Долорес: бір кездері сол жерде тұрдың ба? Кэти: осында тұрған секілдімін, бірақ бұл менің үйім емес. Долорес: ол жерге не үшін бардың? Кэти: балаларды жақсы көру мен бақытты болуға үйрету үшін бардым. Бұл сондай керемет, қарапайым, бірақ сондай жақсы адамдар. Долорес: біреу-міреу сол жерге бару керек деп айтты ма? Кэти: иә. Ол мұқтаж адамдарға сабақ беру үшін көп жерге барды. Долорес: сабақ берген сізге ұнайды ма? Кэти: білмеймін. Менің сабағымды қажет еткен кезде барамын да оқытамын. Олар енді жоқ. Жылап жіберді. Долорес: ғаламшар жойылып кетті ме? Кэти: иә, мен кеткеннен кейін оларға не болғанын білмеймін. Ол интуитивті түрде бірдеңе болуы керек деп ойлады, бірақ адамдар нақты не болатынын білмеді. Осылайша ол апат болар алдында кеткен. Ол әлі де не себепті ғаламшардың жойылып кеткенін білмейді. Долорес: сіздің сабақ бергеніңізді қажет етпеген кезде не істейсіз? Мынаған қарасақ бола ма? Үнсіздік орнады. Кэти: қажет ететін кездерін күтемін. Долорес: қайда күтесіз? Мынаны көріп тұрсың ба? Кэти: түсіндіру қиын, бірақ мұнда тыныштық екен. Долорес: бұл физикалық әлем сияқты ма? Кэти: жоқ, бұл қозғалыс сияқты, әнге ұқсайды. Долорес: әдемі естіледі. Сіздің қасыңызда біреу бар ма? Кэти: мен жалғыз емеспін, бірақ мұнда физикалық денесі бар ешкім жоқ. Долорес: бұл жер ұнай ма? Кэти: кейде әлемге қарап басқаларға көмектесіп үйрету үшін ғана шығамын. Бұл мен күткен жер. Долорес: физикалық денеде өмір сүріп көрдіңіз бе? Кэти: есімде жоқ. Есімде қалғаны әдемі және тыныш жер. Долорес: сіз өте жұмсақ адамсыз. Сүюді үйрету үшін жүрегің махаббатқа толы болу керек. Бұл керемет. Сіз қазір физикалық дене арқылы сөйлеп тұрғаныңызды түсінесіз бе? Егер ол жер әдемі болса, неге физикалық денеге кірдің? Кэти: мен білмеймін. Күліп жатыр. Долорес: білгің келе ме? Есіңізге түсіре аламыз. Бұлай бізге көмектеседі емес пе? Ол өзі айтқан әдемі жерден кету керек деп ойлаған кезімде оның тұрған жерін ауыстырдым. Не болды? Кэти: уақыт келді. Мен қайтадан сабақ беруім керек еді. Біз мұны шешеміз. Мұны кім істейді? Долорес: басқалары да барғысы келе ме? Неге? Кэти: жоқ. Өйткені бұл өте қиын тапсырма. Долорес: қалай ойнайсыз? Сіздің не істеуіңіз керек еді? Кэти: адамдардың есте сақтауына көмектесуім керек. Долорес: нені есте сақтау керек? Кэти: өзін.
Олар физикалық әлемге келгенде кім екенін ұмытып кетеді. Олар өздерін ұмытпауы керек. Долорес: сонда сен оларға есте сақтауға көмектесуің керек пе? Кэти: иә, бұл менің жұмысымның бір бөлігі. Долорес: басқа бөліктеріңіз қандай? Кэти: өзгеріске ықпал ету, бұл ағымды өзгертетін сияқты. Долорес: ненің ағымын? Кэти: бәрі бұрыс жолмен жүріп жатыр. Долорес: оған не себеп болды? Кэти: олардың естен шығаруы, сүюді ұмытуы, сүюді және ойнауды ұмытуы. Долорес: сонда адамдар ұмыта бастаса, бәрі бұрыс жолға түсіп кете ме? Егер бәрі бұрыс жолмен кетсе, не болады? Кэти: иә, бәрі қаза болады, жаны өледі. Долорес: демек, өз еркіңізбен келіп, ауыстырдыңыз ба? Кэти: кішкене ауыстырдым. Долорес: бұл жауапты шешім. Бұл үшін өте батыл болу керек. Кэти: бұл үшін ақымақ болу керек. Физикалық денеде боламын деп ойламадым. Мұны істей алам ба, істей алмаймын ба білмеймін. Долорес: сіз бұл істі жалғыз атқарамын деп ойлайсыз ба? Кэти: жоқ, олай ойламаймын. Долорес: басқалардың да көмектесетінін білесіз бе? Кэти бұл адамдарды тани ма? Бірақ олар не істеп жүргенін өздері де білмейтін секілді. Кэти: олар үйреніп жүр. Жалпы білет. Долорес: үйді сағынып жүрмін деп айттыңыз ба? Кэти: иә, мен ол жерде өте бақытты болдым. Мен Кэтидің сұрақтарының жауабын білу үшін түпсананы шақырдым. Мен одан неге сол оқиғаны көрсеткенін сұрадым. Долорес: біз өткен өмірді іздедік пе? Кэти: иә. Долорес: неге ол өткен өміріне бармады? Кэти: ол өткен өмірін есіне түсірмеу керек еді. Долорес: ол бір жерден екінші жерге рух ретінде саяхаттаған сияқты. Ол көп жақсылық істей ме? Кэти: ол жақсылық жасауға тырысады. Долорес: ол келесі миссиясын орындау үшін жерге келген бе? Сіз оның бұл туралы білгенін қаладыңыз ба? Кэти: иә, ол білет. Долорес: бірақ ол мұны түсінбейді. Сіз мұны білгені маңызды деп ойлайсыз ба? Кэти: иә, бұл маңызды. Иә. Долорес: бұл оның өмірінде болып жатқан көптеген нәрселерді түсіндіруге көмектесе ме? Кэти: иә, сондықтан біз оны сізге әкелдік. Долорес: ол мен бұрын сөйлескен еріктілердің бірі ме? Кэти: олар басқа. Долорес: қандай мағынада? Кэти: олар әдетте бұлай істемейді. Біз одан сұрадық. Мен оған да жиі қоятын мақсатың не? Бұл өмірде не істеуің керек деген сұрақтарымды қойдым. Сіз оған айтқыңыз келе ме? Кэти: айтқым келмейді. Клет: бұл одан да үлкен. Ол өз жолымен келе жатыр. Уақыты келгенде ол өзі-ақ бәрін біліп алады. Долорес: демек, ол қазір бәрін білуге дайын емес пе? Бұл үлкен нәрсе болуы керек. Кэти: жоқ, айта алмаймын. Күліп жатыр. Түпсана толық ашылып айтқысы келмегендіктен Кэтиді физикалық мақсатына жүгіндім. Ол бірлескен өмірге қызықты, бірақ кейін көңілі қалып, оны тастап кеткен. Ол адам болуға тырысты, бейімделгісі келді. Ол бұл ғаламшар үшін бар жақсыны істегісі келді. Істей аламын деп те ойлады, деді. Ол бірлескен әлемде жұмыс істеген кезде қатты ауырып қалды. Сол әлемді тастап кетуінің басты себептерінің бірі осы болды. Мен олардан денені сканерлеуді сұрадым. Бірақ олар мені басып озып, онымен жұмыс істей бастады. Дәрігерлер оның қанында проблема бар деп санады. Ол анемияға шалдыққан, сондықтан үнемі әлсіреп,
жиі есінен танып қалады. Долорес: қанына не болған? Кэти: қорқатындай ештеңе жоқ, тек қан ағымы тоқтаған. Долорес: ол ағын туралы айтқанда, мен ол әлемнің ағынын айтып тұр деп ойладым. Ол мұны көрсетті ме? Кэти: мұның бәрі бір бүтіннің бөлігі. Долорес: дәрігерлер бұл өте ауыр нәрсе деп айтты. Кэти: айтқаны келді, бірақ ол дәрігерді тыңдап сол компаниядан шықты. Долорес: енді қанды қалай емдейсіздер? Кэти: энергиямен қанықтырамыз. Біз мұны сізбен сөйлескен кезде істедік. Ол жақсы болып қалды. Дәрігерлер оның бауыры ауыратынын да айтты. Олар бұл сол проблеманың бір бөлігі, қанды нашарлатқан осы деп жауап берді. Долорес: сіз оны емдедіңіз бе? Кэти: бізге тағы бір минут керек. Содан кейін олар оның арқасын қарады, себебі оған қозғалу қиын болды. Бұл бір аяғың бір жерде, екінші аяғың екінші жерде тұрғанымен бірдей, деді. Олар бұл мәселені шешті. Біз жай ғана ағымды түзетіп, оны бұрынғыдай қазіргі күйге көшіріп жатырмыз. Бұған біраз уақыт кетсе де бәрін түзетеміз. Мұны біртіндеп істеу керек. Мойны да, аяғы да сол себептен ауырды. Сеанстан кейін олар оны одан әрі емдеу керек еді. Кэти оны басқа адамдармен байланыстыратын кармасы бар жоғын білгісі келді. Бірақ ол бұрын жерде тұрмағандықтан ешқандай кармасы болмау керек еді. Оны өмір сүруге үйрететін мұғалімдер бар. Ата-анасы оған көмектесіп үйретті. Есейген кезде ашуланшақ болып кетті. Оған не себеп болғанын білгісі келді. Бұл бақытсыздық, ғаламшардың жойылуы, деді. Долорес: ол ғаламшарға не болды? Кэти: олар берілді. Долорес: ғаламшар жойылар алдында ол жерде болмапты. Бәрі жойылып кетті. Кэти: оны алып кетті. Қалай жойылғанын көру оған қатты ауыр болады. Долорес: жойылуға не себеп болды? Кэти: өздері себеп болды. Олар ең маңызды нәрсе үшін, жақсы көру үшін күреспеді. Олар не істейтінін ұмытты. Долорес: осылайша бәрі жойылды, солай ма? Кэти: иә. Олар осыны таңдады. Долорес: сондықтан ол жерге келуі керек пе? Кэти: иә, өйткені адамдар өздерін құрта бастады. Долорес: сол оқиғаның қайталанғанын қаламайсыз ба? Кэти: біз оларға мүмкіндік бергіміз келеді. Долорес: сіз мұның қайталанғанын қаламайсыз ба? Кэти: біз жоғалтқымыз келмейді. Долорес: ол мұны қайта басынан өткергісі келмейді. Оның маңызды міндеті бар. Соны орындау үшін ерікті болды. Кэти: біз одан сұрадық. Ол келісті. Ол мұның қиын болатынын түсінді. Біз оны тәуекелге барғаны үшін мақтан тұтамыз, бірақ оның келісетінін және біз үшін көп нәрсеге жасай алатынын білдік. Тағы бір сұрақ оның балалық шағында түнде келіп, оны жиі қорқытатын тіршілік иесіне қатысты болды. Кэти: ол екі шындықта өмір сүреді. Бір аяғы осында, екіншісі сол жақта. Оның білім көзімен байланысы бар. Долорес: ол неге қорқытты? Кэти: өйткені ол қорқынышты болды. Зұлымдықпен болмаса да екінші жағымен келді. Сонысы түсініксіз болды. Ол оны физикалық нәрсе деп ойлағанымен, ол рухани әлемнен келген еді. Долорес: бірақ ол әлі де талай осы түрімен кездеседі. Кэти: себебі ол басқа шындықты көреді. Долорес: жамылғы арқылы көре ме? Бірақ ол одан қорықпау керек пе? Кэти: иә, жамылғы арқылы. Бірақ біз оның неге қорқатынын түсінеміз. Келесі жолы өзі де түсінеді. Долорес: бізде тағы бір сұрақ бар. Бала кезінен де ол ұша аламын деп ойлайды. Ұша алатыны рас па әлде қиял ма?
Кетти, бәрі шалады, бәрі. Долорес, біз неге мұны білмейміз? Кетти, біз неге мұны білмейміз дейсіз бе? Долорес күліп, біз жерге байлаулы сияқтымыз ғой. Кетти, біз солай ойлаймыз. Бала кезінен ол мұны істей алатынын білді және істеді де. Долорес, егер еске түсірсек, қолымыздан келеді деп ойлайсыз ба? Кетти, егер сіз ойнауды үйренсеңіз, сізге ойнау керек. Тек қуаныш пен махаббатты сезіну керек. Мұнда келсең тым байсалды болып кетесің. Өмірде қуана білу керек. Себебі қуана білмейтін жан өледі. Бұл соншалықты жаман емес. Бұл бар болғаны иллюзия. Тек солай сияқты. Ойнаңыз, көңіл көтеріңіз. Сол кезде біз бағытты өзгерте аламыз. Ұшудың қандай екенін еске түсіріңіз. Долорес, мен бәрінің ұшып бара жатқанын елестетемін. Кетти, осылай болады. Долорес, мүмкін оның уақыты келген шығар. Кетти, солай деп үміттенемін, қатты үміттенемін. Долорес, қалай болғанда да қайдан келгенімізді, ол жерде не сезгенімізді және не үшін мұнда келгенімізді еске түсіргіңіз келе ме? Кетти, сіз мұны білуіңіз керек. Бұл біздің міндетіміз емес, түсініңіз. Долорес, біз бәрін өзгерте аламыз ба? Кетти, әркімнің өз жолы бар. Долорес, әйтпесе әлем басқалар сияқты құрып кете ме? Кетти, одан да жаман болуы мүмкін, бірақ біз бұлай болғанын қаламаймыз. Осы уақытта сеансты аяқтайын деп едім, кенет түпсана, сіз бірдеңе білгіңіз келді ме? Деп сұрады. Бұл мен үшін күтпеген жағдай болды. Өйткені әрқашан ең алдымен пациенттердің мүддесін ойлаймын. Сондықтан ойыма келген бірінші сұрақты қойдым. Мен не білгім келеді? Неге мен оңтүстік Африкаға баруым керек? Мен мұнда бірінші рет келдім. Не үшін келдім? Кетти, тепе-теңдікке байланысты. Олар бұл сөздердің мағынасын түсіндірмеді. Сондықтан тек болжай аламын. Мүмкін олар менің энергиям әлемнің осы бөлігінде тепе-теңдікті табуға көмектесу үшін қажет екенін білдірген болуы керек. Олар біз кез келген жерге барғанда энергиямыздың бір бөлігін сол жерде қалдырамыз және оған қаншалықты әсер ететінімізді елестете алмаймыз деп бірнеше рет айтқан. Түскі астан кейін мен уақытымның көбін тыңдаушыларға сеанс барысында не көргендерін мүмкіндігінше түсіндіруге тырыстым. Кеттиге мұны түсіндіру қиын болды, өйткені оның айтқан сөзі есіне түспеді. Бұл менің екінші толқын деп айтатыныма тағы бір мысал болды. Ол мұнда бақылаушы ретінде келді, бірақ ол адамдарға есте сақтауға көмектесетін мұғалім де болды. Бұл жолы ол ерікті емес, олар оған осында кел деп өтінді. Сеанс аяқталғаннан кейін тағы бір ерекше оқиға болды. Жылдың осы уақытында оңтүстік Африкаға қатты ыстық болады және жаңбыр ерекше құбылыс еді. Кенет біз тұрған ғимараттың үстінде найзағай ойнап, күн күркіреп, жел тұрып, жаңбыр жауды. Көргендердің айтуына қарағанда, бұл ерекше бір құбылыс. Бұрын соңды жылдың осы уақытында мұндай жағдай болмаған. Өзіміз тоқтаған үйге келгеннен кейін, Кэттидің ағасы Джеймстен найзағай туралы сұрадық. Қаланың бұл бөлігінде найзағай ойнамағанын айтты. Біздің семинар өткен ғимарат тұрған көшеде ғана жауын жауып, найзағай болған. Бұл сеанс кезіндегі жандар шығарған энергиямен немесе түпсанамен байланысты болды ма? Кім біледі? Мен басқа жерде де семинар өткізген кезде ауа райының құбылған кездері болды. Мен Дубайда семинар өткізген кезде семинар өтіп жатқан ғимараттың жанында кенет қатты құмды дауыл болып тұрған.
Арканзаста көрме орталығында өткен трансформацияға арналған конференциямның бірінде торнадо көтерілген. Ең таңғаларлық түсініксіз құбылыстардың бірі 2010 жылдың қарашасында Австралияның Сидней қаласында сеанс өткізген кезде болды. Бұл үлкен семинар болды. 60-тан астам тыңдаушы қатысты, зал лық толды. Семинардың соңғы күнінде демонстрациялық бөлімнің алдында сұхбат бердім. Кенет төбеден су ағып, сарқырама сияқты. Тыңдаушыларымды малмандай су қылды. Жарықтандыру құрылғыларына да су тиді. Су болған тыңдаушылар орындарынан атып тұрып, ықтасыңыз деді. Біреу үлкен шелек алып келіп сарқырап жатқан суды тоқтатамын деп үстелдің үстіне қойды. Бәрі сапырылысып кетті. Біреу ғимараттағы қауіпсіздікке жауапты адамға жүгірді. Басында мен жаңбыр құйып кетті ме деп ойладым, бірақ бұл ойым ақылға қонбайтындай еді. Себебі біз 5 қабатты ғимараттың 3-ші қабатында едік, ал сыртта күн жарқырап тұрды. Ең дұрысы төбедегі су құбыры жарылған. Су 5 минут бойы тоқтамады. Бір уақытта бәсеңдеді де қайта құйды. Маған бұл бір түрлі болып көрінді. Соңында: жарайды, сіз бізді сендірдіңіз, енді тоқтатсаңыз болады. Мен сенімді болмасам да, бұл біздің достарымыз деп ойладым. Ғимаратқа жауапты адамдар келгенде, ағып жатқан су мен шелекке толып қалған суға аузын ашып қарап қалды. Олар бұрын соңды бұндай жағдай болған емес, төбеде су құбыры жоқ, су ағатында ештеңе жоқ деп қайталай берді. Содан кейін су толастап, тек тамшылай бастады. Тыңдаушылар үстелдің үстіне шығып кеткен, тек бірнеше ай өткеннен кейін ғана сеанстардың бірінде мен олардың осы жағдай туралы сұрадым. Олар сол кезде зал кем дегенде 3 адам күдікпен қарап отырды. Осылай істеу арқылы сеанс кезінде ерекше нәрсемен жұмыс істейтініме сендіремін деп ойладым деп жауап берді. Семинарларымда, сондай-ақ жеке сеанстарымда түсініксіз құбылыстар көп болып тұрады. Мен мұның бәрін кездейсоқтық деп ойламаймын. Бұдан тыңдаушылар немесе олар болмаса түпсана тудырған жиынтық энергия себеп болуы мүмкін. Бұл бізге өз күшіміз туралы білмейтінімізді дәлелдейді. Егер біз осы керемет энергияны басқаруды үйренсек, не істей алатынымызды ойлап көріңізші. Әлемді құтқару керек пе? Мүмкін біз ұша алатын шығармыз.